Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, қасиетті Рамазан айы барлығыңызға мүбәрәк болсын. Бүгін сіздерге өзімнің YouTube арнамда өте дәмді балалық шақтың дәмін еске алатын коржиктің рецептімен бөлісемін. Жұмсақ, ерекше дәмді міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің YouTube арнама қосылып, жанындағы қоңырау белгісін белгілеп қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: разрыхлитель, сода, ванилин, бір жұмыртқа, айран, сұйық май, шекер және де осындай коржикке форма беретін гүл тәріздес форма керек. Алдымен бір жұмыртқамызды жарып, үстінен айран, сұйық май қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сұйық майды міндетті түрде иісі жоғын қосыңыздар. Араластырып болған соң үстіне разрыхлитель, сода және де ванилин қосамыз. Төменге видеоның астына описанияға рецепте қанша мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. Араластырды. Барлығын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң үстіне шекерімізді қосамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластыруымыз керек. Жақсылап араласқаннан кейін ұнымызды барлығын бірден қоспаймыз, екіге бөліп, яғни аздан шетінен қосамыз. Қамырларыңыз тығыз болмау керек, жұмсақ болып шығу қажет. Бір бөлігін қостық, енді қамырымыздың екінші бөлігін қосамыз. Араластырамыз. Міне достар, нәтижесінде осындай қолға жабысатындай қамыр болып шығу қажет. Енді қамырымызды холодильникке қосып қоюдың қажеті жоқ. Бірден ұнымызды сеуіп, екіге бөліп жаятын боламын. Мінекей бір бөлігін алып, ұнымызға аунатып жайып аламыз. Жайғанда жұқа етіп қоймаймыз, сәл қалыңдау етіп жаямыз, сонда коржиктеріңіз томпақ болып пісетін болады. Мінекей шеттерін осылай жайып жібереміз деп болды. Осы қалыңдық жеткілікті. Енді формамызбен ойып шығамыз. 180 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Әркімде пеші әртүрлі, сондықтан сәл қызыл болып қызарғанша пісіреміз. Мінекей, енді осы коржиктердің бетіне мен тек жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жақтым. Сонда беті піскен кезде жылтырап, әдемі қызыл болып піседі. Пешке жібереміз. Мінекей коржиктеріміз дайын болды. Қараңыздаршы, беті жып-жылтыр, өте дәмді болып шыққан. Тура балалық шақтағы өзіміз жақсы көретін коржиктің дәмі секілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Барлықтарыңыздың қолдарыңыздан келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.